Анашым, бурум дегенimiz не? Бурум өрілген ұзын шаш. Ал қос бурум деп неге аталады? Қыз бала бой жеткенде оған міндетті түрде қос бұрым қойылады. Мұның мән мағынасы тереңде жатыр. Қос бұрым қыздың назы және бостандығының негізі. Жалғыздық құдайға ғана жарасқан деген сенімнен тарап, қыз бала бой жеткенде қосағымен қоса ағарсын деген тілектен туған. Өйткені халқымыз шаштың киесі бар деп сенген. Сондықтан қыз баланың шаш қою үлгісіне ерекше назар аударған. Қыз бала ешқашан шашын жайып жүрмеген. Анашым, қазақтың ұлттық әшекейлері не? Ежелден біздің әжелеріміз күмістен, асыл тастардан түрлі әшекейлер қолданған. Әжелеріміз бойтұмар, жүзік, шолпы, шашбау, білезік, сырға, қапсырма, алқа таққан. Алқаны өңіржек деп те атаған. Міне, сенің де шашыңа шашбау тағудамын. Шашбау күміс әшекейлермен әсемделген. Ол шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады. Қыз бала шашбау таққанда жүріс-тұрысы түзу болсын, жүргенде шашбау сыңғырламай, байыпты, биязы болсын деп қыз балаға ерте жастан шашбау таққан.